сәлем достар, сіздермен қазақша шахмат каналы. Және бүгін мен сіздерге ең бірінші әлем чемпионы Вильгельм Теннис туралы айтатын боламын. Бұл әлем чемпионы 1836 жылы туылған, және де оның туылған жері Прага, Чехия елінде болған. Ол 6 жасынан бері шахматты ойнап үйренген. Осының арқасында ол ең мықты шахматистардың бірі болды. Біз көбіміз ол туралы біле бермейміз. Себебі біз көбінесе Гарри Каспаров немесе Магнус Карлсон туралы айта береміз. Бірақ біз Вильгельм Теннис туралы ұмытпау керекпіз. Себебі ол ең бірінші әлем чемпионы. Және де ол 1900 жылы Нью-Йоркта қайтыс болған. Және ол қайтыс болған күні 12 август. Ал туылған күні 14 мамыр болып келеді. Ол ең бірінші шахматшы болғандықтан біз оны құрметтеу керекпіз. Және Вильгельм Теннис ең бірінші шахматшы атағын алған. Ол Гарри Каспаров пен немесе Магнус Карлстан да танымал болу керек. Себебін айта кетсем, себебі Вильгельм Теннис ол ең бірінші әлем чемпионы. Және де ол осы шахматтың ең бірінші әлем чемпионы болғандықтан оны біз бағалауымыз керек. Және де барлық жаңадан келген шахматшылар бұл Вильгельм Теннис туралы білу керек. Себебі Вильгельм Теннис ол атақты тұлға болып қалған. Ең бірінші шахматшы атағы және де әлем чемпионы атанғаны бұл үлкен атақ пен марапат болу керек. Осындай біз Вильгельм Теннис туралы білу керек шахматшылардың барлығы. Себебі ол ең бірінші шахматшы болып келді. Және де ол шахматтың атасы деп келсек те болады. Осы марапат үшін ол ең бірінші әлем чемпионы атанды. Барлығыңызға көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Егер де тағы да шахматшылар туралы білгілеріңіз келсе, біздің каналға тіркеліп кетіңіздер. Және де бізде Гарри Каспаров туралы 2 видео болған, соларды қарап кетіңіздер. Лүпіл басып, қоңыраушаны басып кетуді де ұмытпаңыздар. Кездескенше.